Саламатсыздар ма оқушылар? 9-шы сыныптың Шыныбеков оқулығындағы 4-те 141-ші есептің бірінші есебін түсіндіріп өтейін. Бірінші есепте бізде берілгенде косинус квадрат альфа қосылған косинус квадрат бета минус косинус альфа минус бета көбейтілген косинус альфа плюс бета деген өрнек берілген. Осы өрнекті ықшамдаңыздар деп жазылып тұр. Мына жерде бізде бірінші дәрежелерінің әртүрлі екенін көріп тұрмыз. Демек, біз дәрежесін бірдей қылуымыз керек. Біз мына косинустардың көбейтіндісінен формулаға салған кезде дәреженің өспейтінін білеміз. Демек, біз мына косинус квадрат деген дәрежені төмендетуіміз керек. Яғни біз косинус квадрат альфа тең 1 плюс косинус 2 альфа бөлінген 2 деген формуланы қолданамыз. Дәл осыны альфаның орнына бетаны қойып шықсақ, екіншісі шығады. Сонымен екі бөлшектің бөлімінде екілер бар. Екінші косинустардың көбейтіндісі болып тұр. Бұл көбейтудің формуласына салсақ, қосындыға келеді. Яғни қосындыдан бізден 2-ден 1 деген бөлшек шығады. Жақшаның ішінде косинус альфа минус бета мен альфа плюс бетаның қосындысы, яғни екеуін қосқан кезде альфа мен альфа қосылады, 2 альфаны береді. Минус бета мен плюс бета екеуі бірігіп 0-ді береді. Ондай болатын болса, бізде 2 альфа болады екен. Косинус 2 альфа қалады екен. Одан кейін қосылған косинус 2 бұрыштың айырмасын береді. Яғни альфа минус бетадан азайтамыз альфа плюс бетаны. Ондай болса, альфа мен альфа азайтылып кетеді. 0 болып қалады. Ал минус бета екеуі бірігіп минус 2 бетаны береді. Мына жерде бізде минус бар. Бірақ біз косинустың жұп функция екенін білеміз. Ондай болатын болса, минусты алып тастап, бірден косинус 2 бета деп ауыстырып жаза аламыз. Одан ары қарай енді бізде 3 қосылғыш шықты. Бәрінде 2-ден 1 бар бөлшектің бөлімінде. Демек, сол 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығарып қойсақ, онда бізде бірінші жақшаның ішінде жақшаның ішінде бірінші қосылғыштың орнында 1 қосылған косинус 2 альфа, яғни бөлшектің алымы қалады. Екінші бөлшектің алымы қалады. Дәл сосын одан кейін минус косинус 2 альфа минус косинус 2 бета деген қосылғыштар қалады. Енді осы қосылғыштарды ықшамдайтын болсақ, значит, минус косинус 2 альфа ол плюс косинус 2 альфа мен жойылады, плюс косинус 2 бета минус косинус 2 бета мен жойылады. Ондай болатын болса, бізде тек қана 1 мен 1-дің қосындысы қалады. Ол 2-ге тең, ал сонда 2-ден 1-ді 2-ге көбейткенде жауабында 1 шығады екен. Демек, мына өрнектің ықшамдағандағы жауабы 1-ге тең екен.